бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Енді құрметті көрермен, дәл қазір аналарға, жас отбасыларға кеңес береміз деп айтсақ болады. Кішкентай балалары бар, аналарға арнайы бүгін дәрігеріміз маман келіп отыр, педиатр. Құрметті көрермен, енді баланың иммунитетін жақсарту үшін бала денсаулығы жайында сөз қозғайтын боламыз. Педиатр Назерке Ыбыраева ханыммен. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Қош көрдік, қайырлы таң, қазақ елі. Бүгінгі барлығы сол өзім білетін ақпаратпен сіздермен бөлісуге келіп отырмын осы телеканалға. Енді құрметті көрермен, мамамызға сұрақтарыңыз болса, WhatsApp-қа жолдаңыздар. Дәл қазір біз оған жауап береміз. Енді Назерке ханым, айтыңызшы, қазіргі кезде күз келді, балалар мектепке барды, балабақшаға барып бастады, түрлі вирустар жұқтырып жатыр. Мұнымен қалай күресеміз? Түрлі вирустар қазір ауада тараған, бір жағынан біздің экологиялық орналасу аймағымызға байланысты болып тұр. Және де балалардың өзінің жас ерекшеліктері де бар. Мысалы, жаңа туған нәрестелер, ол ең бірінші туған сәттен бастап бір жасқа дейінгі, бір айға дейінгі ол ерте нәрестелік кезең болып табылады. Ал бір айдан бір жасқа дейінгі ол жаңағы ерте балалық шақ дейді. Ал 3 жастан 6 жасқа дейінгі бұл уже ұйымдастырылған балалық шақ. Бұл кезде бала уже жан-жағын ортасын танып бастайды. Әртүрлі балабақшаларға барып бастайды, әртүрлі аурулармен контакты де бола бастайды. Соған байланысты балаларда иммунитет қалыптасады, әртүрлі ауруларды жұқтырып алады, соған байланысты иммунитеті қалыптасады. Ең бірінші біз бұл кезде иммунитетті айта кететін болса, ерте жастағы балаларға мен ана сүтінің маңызы туралы айтып кетейін. Біз педиатрлар болып 2 жасқа дейінгі балаларды ана сүтімен қоректендіруге, тамақтандыруға біз кеңес береміз. 2 үшін? 2 жасқа дейін. Не үшін? Себебі ана сүтінің құрамында ол орын алмастырмайтын таурин, әртүрлі аминоглобулин, витамин А, витамин К, витамин D3 және де ферменттер асқортуға қатысатын, және иммунитеттің ең басты иммунитетті құрауға қатысатын Т және Б лимфоциттер, және де ең орын алмастырмайтын иммуноглобулин А болады, ана сүтінің құрамында. Ол иммуноглобулин А, ол балалардың иммунитет жүйесінің 95%-ын құрайды. Ол сол орын алмастырмайтын болғасын, сол ана сүті өте пайдалы. Бір жағынан ана сүтінің құрамында баланың сол емген кезде аузында лизоцим деген бактерияны өлтіретін сол зат қалыптасады. Ол фермент деп аталады. Ол бактерияларды сол ағзаға түскен ауыз қуысынан бастап өлтіре бастайды. Ары қарай уже иммунитет дұрыс қалыптаса бастайды. Ал енді сұрақ мынандай, балалар көбіне ембей жатады деп жатады жас аналар. Немесе сүт жоқ болып жататындар да бар, түрлі проблемалар болып жатады, баланы емізден ешкім қашпайды, бірақ балада ембейтін кездер болады. Жоқ, ол балада, ана сүті ол балаға 3-те жатқаннан бастап ол бейімделген сүт болып табылады. Оны дұрыс емізе білу керек. Қазір денсаулық сақтау ұйымының өзінің 10 принципі бар, баланы қалай емізу керек. Оны біздің поликлиникада біз жаңа туған нәрестесі бар аналарды өзіміздің сол жаңа туған балалардың бөлмесі бар. Соған кіргізіп, 10 әдісті көрсетіп, қалай емізу керек екен, қалай дайындау керек екен, барлығын көрсетеміз. Кейбір балалар ол ала алмай жатуы мүмкін, ол өзінің белгілі бір себептер, асқынулармен туған балалар, ол бет бұлшықеттерінің несі болуы мүмкін, әлсіздігі болуы. Енді 2 жастан жоғары балалар, балабақшаға барған, мектепке барған балалар ауырып қалса не істейміз? 2 жастан жоғары балалар, ол 3 айынан бастап біз жасанды иммунитет қалыптастыру вакциналар ойналып табылған, Қазір біз неге келеді, приемға келеді, 1 айдағы бала біз тексеріп қараймыз, невропатолог хирургқа жібереміз. Невропатолог рұқсат берген жағдайда біз прививкалар, жасанды иммунитет қалыптастыра бастаймыз. Ең бірінші ол көп кездесетін дифтерия, коклюш, столбняк деген аурулардың алдын алатын, сосын көбіне 1 жасында салатын, ең көп кездесетін қызылшақ, қызамық, паротит деген вакцина бар. Соны алып, жасанды иммунитет қалыптастыру арқылы. Және де жаңа туған балаларда, 2 жастан бастап, ол иммунитет қалыптасады. Және де осындай вирусты инфекция кезде, асқынулар болған кезде біз осы қыркүйек айының соңынан бастап вакцина сала бастаймыз гриппке қарсы. Ол гриппке қарсы вакцинаны қыркүйек айының соңында алған кезде, ол 2 айда иммунитет организм
организмде антиденелер қалыптаса бастайды да, өзі күресіп. Соған қарай уже желтоқсан айларында, қараша желтоқсан айларында балада иммунитет қалыптасып, өзі күресуіне уже бейім болып тұрады ол кезде. Сол үшін біз прививканы гриппке қарсыны сентябрьден, осы қыркүйек айының соңынан бастап сала бастаймыз. Осындай жаңағыдай ешқандай инфекция, вирус жұқтырмаудың әдістері бар десе. Иә, жасанды иммунитет қалыптасты. Құрметті көрермен, еске сала кетейік, біз педиатр ханыммен, Назерке ханыммен сұхбат жалғастырып жатырмыз. Түрлі хаттар келіп жатыр. Енді көрерменнің хаттарына бірінші жауап берейік. Кеттік. 71-32 номерінен келіпті. Балалардың иммунитетін күшейту үшін, ауырып қалмау үшін, ауыра беретін балаларға қандай витаминдер берген дұрыс, ауырмау үшін қандай лайфхактар, кеңестер бересіз? Витамин, дәрумендерге келетін болсақ, қандай бір дәрумен, ол ең бірінші сіңуіне байланысты. Баланың ас қорыту жүйесі қалай жұмыс істесе, оған қараймыз. Асқазан ішегі сөлі дұрыс жұмыс істеп тұр ма, өті дұрыс бөліне ма, ферменттері қалай жұмыс істеп тұр, соған қарай тексеріп аламыз баланы. Жалпы қан анализін тапсырамыз. Мүмкін ол балада гемоглобиннің төмен түсуінен анемия болуы мүмкін, ол да кей кезде өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін. Сол үшін біз өтінің бөлінуін, асқазанның ферменттердің жұмыс істеуін толығырақ көз жеткізіп алғаннан кейін витаминдер қосып бастаймыз. Осы күз, қыс айларында ең негізгі витаминдер қатарына витамин С-ні, витамин D3 и йодты көбіне профилактикалық дозада тағайындаймыз. Ауырмаса да. Мен йодтың маңызы туралы айтып кетейін. Йод деген ол қабынуға қарсы бір жағынан баланың миына да жақсы әсер етеді. Сосын организмнің күресуіне басқа күштерге, басқа мысалы инфекцияларға қарсы тұруға көп көмегін тигізеді. Енді қазір бізді көріп отырған кез келген ата-ана баласына бере ала ма? Бере алады. Профилактикалық дозада D3 дәрумен қосып баласына профилактика ретінде бере алады. Құрметті көрермен, енді аз уақыт болып қалды, дегенмен де барынша пайдалы ақпарат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз, Назерке ханым. Еңбегіңіз жемісті болсын. Тек сәттілік. Енді құрметті көрермен, бізде астрологтардың кеңесі Жұлдыз Жорамал.